Қанша теңге тапқыңыз келіп жатыр қазір? Сіздің экспертлік деңгейіңіз қандай? Давайте сізбен бүгін прогулка жасаймыз. Біз сол жерде именно парктегі заттар бойынша ағылшын сөйлеп үйренеміз. Ағылшын тілінен 200 мың теңгеге бір адам бір айға аптасына 3 рет 2 сағаттан үйретуге береді деп ойлаймын. Hello, my name is Сапар, осындай. Мә, Сапар үйреніп жүр екен ғой. Давайте мен де үйренейін деп уже адамдарда интерес болып. Сіз 10 күн бойы жылытып сабағыңызға сразу төлеткізесіз. 5 сабақтың программасын дайындайсыз. 5 сабақта менен какой-то бір эффект көрсету керексіз ғой, до и после дейтін. Мысалы, білесіз ба, неге фитнес-центрлер блогерлерге годовой абонент сыйлайды? Чтобы ана блогер біздің залда заниматься етеді деп салатты, и ол блогер постоянно залға келген кезде сториске салады, и бізді реклама етеді дейді. И сол блогермен бірге сол бір залда занимация етемін деген фанаттары, подписчиктері келеді. Күніне тоқтамай 2 контент салуға тырысыңыз. Табысыңды көбейтетін неше түрлі техникалар, әдістер көрсетілген. Сен ағылшын тілін білмегеннен кейін осы кітапты оқи алмай жүрсің. Сондықтан саған дәл қазір ағылшын тілін үйрену қажет. Бәріңізге ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін бізде кезекті бизнес разбор. Бүгінгі біздің разбор қатысушысы кәсіпкер Ильяс мырза. Ильяс мырза, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Алейкум ассалам, рахмет, қош көрдік. Өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз, қандай кәсіппен айналысасыз, табысыңыз қанша, сол бойынша? Мен есімім Ильяс болады, жасым 20-да. Қазіргі таңда сол ағылшын тілін білемін, кішігірім үйретіп жүрмін, бірақ осы салада үлкен жаңағындай жеке тұлғаларды кәсіпкерлерді үйрететін деңгейге шыққым келеді. Себебі бұл білемін, бірақ бұны ақшаға айналдыра алмай жатырмын, шыны керек қазіргі таңда. Қазір өзіңіз осы ағылшын тілін білетін қабілетіңізді ақшаға айналдыра алмайсыз. Дәл солай. Жақсы, не кедергі қазір? Сата алмайсыз ба өзіңізді? Енді сол қалай сату керек жолдарын, жалпы қалай жүйелеу керек барлығын білмей жатырмын, шыны керек. Қазір немен алсыз басқа? Қазір енді одан бөлек студентпін, сол оқумен осыны қатар алып жүрмін, бірақ бұны толыққанды кірісе алмай жатырмын. Бірақ енді оқуым бітті, қазір нағыз кірісетін уақыт, шыны керек. Жақсы. Енді ағылшын тілі бойынша қанша жылдан бері оқып келесіз? Жалпы мен 2-3 жылдай болды оқып келе жатқанымда, кәдімгідей еркін түрде сөйлесе беремін. Біраз носительдермен сөйлесем, яғни сол тілден иелермен, болмаса біздің қалада үндіс адамдар көп. Солардың арасында достарым бар, ағылшынша сөйлесіп, кір алмасып жүре береміз да. Жақсы. Қанша теңге тапқыңыз келіп жатыр қазір? Точка А, точка Б қанша? Менде қазір тура ағылшыннан шыны керек, мүлдем дәл қазір клиент жоқ, сол себепті точка А-ны 0 теңге деп алайық. Точка Б менде 1 миллион теңге деп алғым келіп жатыр. 1 миллион теңге өте жақсы баға. Хорошо. Так, енді біз қалай ағылшын тілін сатамыз? Курсын сатамыз. Біз қазір ақшасы бар платежеспособный, яғни кәсіпкерлер, бизнесмендерге біз ағылшын тілін үйреткіміз келіп тұр. И солар арқылы біз жақсы индивидуальный форматта олармен жұмыс жасап, жақсы табысқа шығуды жоспарлап жатырмыз. Бірінші кезекте былай, ағылшын тілін өзімде оқуды бастадым, қалып кетті, қалып кетті өшім негізінде. И бұл қалып кетуінің негізгі себебі бізде ағылшын тілін үйренуге деген бір дұрыс мақсаттың болмауында. Дұрыс мақсаттың, дұрыс жоспардың не үшін қажет екенін білмеуде. Бір сөзбен айтқан кезде. Әрине шетелге шыққанда деп айтамыз, бірақ шетелге шығып келгеннен кейін болды, келесі шетелге барғанша ағылшынша үйреніп алам дейміз да, қап кете береді тағы да. Дұрыс па? Қап кете береді. Сол үшін біз қазір ең бірінші ағылшын тілін үйренуге арналған кішігірім бір марафон форматында именно кәсіпкерлерге арналған бір не жасауға болады. Реалити шоу жасауға болады бұл жерде. Реалити. Чтобы, допустим, бір 2 апталық или 10 күндік реалити, ең көп сөз жаттаған адам, мысалы осындай бір басты нені береді деген сияқты, бір жүлдені ұтып алады деген секілді бір жақсы реалити ұйымдастыруымызға болады. Мақсат қандай? Ол реалити платный болады. Допустим, аудиторияны фильтровать ету үшін 10 күндік реалити бағасы 15 мың теңге болсын. Кем дегенде. Біз ол жерге кем дегенде 10 адам жинадық. Жалпы сума жаңағыдай 150 мың теңге болды. Бірінші орын иегеріне менен ағылшын тілін үйренуге 50 мың теңгелік сертификат бересіз. Немесе $100 сыйлық деп айтсаңыз да болады оларға. Сөйтіп соған 10 адам қатысады, олардың ағылшын тілі деңгейлерін анықтайсыз, білесіз. Сөйтесіз, оларға ең бірінші өзіңіздің қалай адаммен жұмыс жасайсыз, сіздің экспертлік деңгейіңіз қандай. Барлығы секілді
арнайы шаблонмен үйретесіз ба? Жоқ әлде адамдардың ыңғайына байланысты әртүрлі форматта оқытасыз ба? Сіз соны нақты көрсету керексіз. Мысалы, ағылшын тілін үйрену керек, маған аптасына кем дегенде 3 рет 2 сағаттан деп айтайын да, мысал ретінде. Сол кезде, чтобы сіз ағылшын тілін үйренуді біз әр адаммен әртүрлі форматта жасаймыз. Сізбен ертең ағылшын тілін үйренеміз, біз жолға шығып, трассада. Сізбен ағылшын тілін үйренеміз, біз кафеде тамақ ішіп отырып. Сізбен ағылшын тілін үйренеміз, біз, допустим, не знаю, даже баняда деген сияқты да. Біз сол кезде мысалы әртүрлі сөздерді, допустим, су, баня, допустим, пар, пилинг, массаж деген сөздерден бастап, біз сол сөздерді құрастырып, сөйлеп, жеңіл сөйлеп, әртүрлі деңгейде қалай үйрену керектігін осылай әртүрлі форматтарды жазсаңыз болады. Мысалы, даже таңғы прогулкада, давайте сізбен бүгін прогулка жасаймыз, біз сол жерде именно парктегі заттар бойынша ағылшын сөйлеп үйренеміз. Адамдар мына таңертең ерте тұрып, осындай бір спортпен айналысып жүр деген сөзді ағылшын тілінде айтып үйренеміз. Деген секілді осындай форматтарда, жеңіл форматтарда өтіп үйренсеңіз, өтіп көрсетсеңіз, адамдарға прям күшті болады деп ойлаймын да. Ең бірінші. Яғни біз қалай ағылшын тілі курсын сатамыз? Ең бірінші осындай 10 адамдық топпен арнайы сізде бір марафон немесе реалити болу керек. Түсінікті ма? Реалити шоу. Вот. И осы 10 адаммен 10 күндік нәтижеден кейін, әр 10 күн сайын сол 10 адамның 10-ында, или соның кем дегенде давайте 5-еуін дейікші. Соның 5-еуін сіз индивидуальный форматта обучение қаласыз. Сол кезде сіздің бір адамға бағаңызды 200 мың теңге деп қойық. Ағылшын тілінен 200 мың теңгеге бір адам бір айға аптасына 3 рет 2 сағаттан үйретуге береді деп ойлаймын. Кәсіпкер адамдар береді. И сіз оған айтасыз, 2 айда, мысалы бір айда аптасына 3 рет болса, бір айда, допустим, 12 рет болады, 12 рет болады. 12 рет 2 сағаттан 24 сабақ өтеміз. 24 сағат өтеміз. 2 айға 48 сағат. 48 сағат ағылшын тілін үйрену бағасы, мысалы, допустим, бір айға, бір аптада 12 сағат, 12, 24 бола ма? 2 сағаттан 24 сабақ бола ма? 24 сабақ болады. 200 мың теңгеден 200 мың теңге бөлесіз 24-ке. Сонда сіз бір сағатын 8300 теңгеден өз уақытыңызды оларға жұмсап жатсыз. Бұл тек қана аптасына 3 рет 2 сағаттан ғана. Қосымша аптасына 1 рет сол 10 адаммен или 5 адаммен сізде speaking club болуы мүмкін. Speaking club или 2 рет болуы мүмкін. Сіз оның барлығын ішіне бонусқа қосасыз. Сөйтіп 200 мың теңгеден 5 адамға сіз сатсаңыз 1 миллион теңге выручка жасайсыз. Дәл қазір. И 5 адамға реально үлгересіз. Чтобы 5 адамға реально үлгересіз. Енді, чтобы сіз сол адамдарға сол нәрсені көрсету үшін былай бастау керексіз. Басында до. Мысалы, мистер Сапар, бізде осындай, сізбен қазір бізде до видео түсіреміз. Сізбен қазір мінекей мен 10 сөз айтам, сұрақ айтам, сіз 10 сұраққа жауап беру керексіз. Мен сізге өзіңізді таныстыруға мен 2 минут уақыт берем, өзіңізді таныстыру керексіз деп айтасыз. Сол кезде good morning или hi guys, my name is Сапар деп I'm fine осындай деген сияқты бір өзімнің бар білгенімше айту мүмкінмін. Бұл менің до видеом болады. Осыны, чтобы бір айдан кейін или 2 аптадан кейін, 1 аптадан кейін послесін көрсетесіз. Тура соны қайталайсыз, уже после шығады. После айтады, чтобы осындай, жаңағыдай hello, my name is Сапар, осындай деп уже өзін прям жеңіл таныстыратын болады. И до и после видео шыққан кезде сіз оған просто монтажбен жібересіз. Сіз оны рилсіңізға саласыз. Оған жібересіз. Қараңызшы өзіңіздің до и послеңіз. Анау көрді, результат көрді, уже ананың лицосы арқылы мә Сапар үйреніп жүр екен ғой,
давайте мен де үйренейін деп уже адамдарда интерес пайда бола бастайды да қазір. Именно сізге сондай форматта шығару керекпіз. Бұл біріншісі. Именно қазір топпен реалити жасайсыз, 10 күндік сіз болған іріктеу үшін барынша адамдармен именно андай болу керексіз да. Бизнес саласындағы кәсіпкерлерге арналған ағылшын тілі үйренудің ең оңай 3 жолы деп бір тақырыпты алып, сол тақырыппен барлығын чатқа жинап, тегін бір сабақ өтсеңіз болады. Сол тегін сабақта оларға 10 күндік марафонды, реалитиді сату керексіз. Бағасы 20 мың теңге, алғаш тіркеген 10 адамға 10 мың теңге. Күніне 1000 теңге сонда. Я думаю, что стоит негізінде. Сөйтіп сатасыз, сол жерден 10 адам, 20 адам жинайса, сол 10-20 адамды сіз 10 күн бойы жылытып сабағыңызға сразу төлеткізесіз. Түсіндіре алдым ғой? Бұл сізде бірінші воронка именно реалити шоу арқылы. Негізі сізге 2 воронка берем. Бұл біріншісі. Екінші воронка бар, сіз былай жасайсыз. Осы мен және мен секілді тағы да аудиториясы бар кәсіпкер кісілерге, ағаларыңызға шығып, мен сізге ағылшын тілін үйренуді бір, не знаю, бір 5 сабағын сыйласам, қалай қарайсыз? Сізбен бір 5 сабақты тегін өтіп көрсек. Дейсіз да? 5 сабақтың программасын дайындайсыз, 5 сабақта менен какой-то бір эффект көрсету керексіз ғой, до и после дейтін. Сол эффектіні көрсетесіз, бірақ айтасыз, 5 сабақ өтем, негізі 5 сабақтан құны 50 мың теңге, мен сізге тегін өтем. 5 сабақта күшті оқысаңыз, мен сізден күшті результат шығарып берем, 5 сабақтың өзінен. И ары қарап қаласаңыз, жеңілдікпен сабаққа жазыла аласыз. Бірақ сізге тегін, чтобы маған реклама етіп бересіз. Вот. А если сіз 5 күн сабаққа келмей, ортасынан бұзып, қалдырып қоятын болсаңыз, маған 50 мың штраф төлейсіз. Вот. Давайте келістік деген сияқты болу керек та, сондай. Солай істеп көрсеңіз болады. Сол кезде мысалы мен айтам, достар, маған осындай бауырым 5 күн сабақ өтіп берем деп жатыр, мен 5 күн сабақ алып көрейін, нәтижесін бөлсем деп мен сториске, рилсқа салу мүмкінмін да. Мінекей бүгін 1-ші күні, бүгін 2-ші күн, бүгін 3-ші күн, бүгін 4, бүгін 5-ші күні. Қандай өзгеріс бар ма, жоқ па, жазыңдаршы депші. Бар болса, адамдарды давайте, мен аудиторияның кәсіпкерлер бар ма, бірге қатысайық. И сол кезде уже адамдар интерес пайда болады да. Мысалы, білесіз ба, неге фитнес-центрлер блогерлерге годовой абонент сыйлайды? Чтобы анау блогер біздің залда заниматься етеді деп салады, и ол блогер постоянно залға келген кезде сториске салады, и бізді реклама етеді дейді. И сол блогермен бірге сол бір залда занимация етемін деген фанаттары, подписчиктері келеді деп айтады. Сол сияқты сіз мысалы мен секілді басқа да эксперттерге, кәсіпкерлерге осындай ұсыныс айтсаңыз, и олардың аудиториясындағы адамдар мысалы, Сәке, мен де бірге қатыссам бола ма деп адамдар шыға бастайды да, мағанша. Яғни сіз маған жасалған 5 сабақтық инвестицияңыз сізге 5 адам болып келеді ғой. Түсіндіре алдым ба? Яғни сізге екінші именно осындай не істеу керексіз да, эксперттерге, кәсіпкерлерге, бизнесмендерге 5 сабақ тегін. Или 3 сабақ деп айтып көрсеңіз болады. И содан мақсат ары қарап курсқа 5 адамды жазу, 5 кәсіпкерді жазу деп айтыңызшы. Яғни оған айтамыз, чтобы если сіздің аудиторияңыздан 5 адам төлем жасайтын болса, мен сізге 1 ай подарка қосып беремін. Че там? Күшті ұсыныс, е? Соның аудиториясынан 5 адам келді, и бұл подарка келеді. И дәл осылай осы 2 әдісті қолдану арқылы сіз бар ғой, смело жинай аласыз. Сосын именно күніне тоқтамай 2 контент салуға тырысыңыз. Именно кәсіпкерлерге арналған контент салуға тырысыңыз. Чтобы мен қазір жаңалық оқып отырмын, бұл жаңалықты негізі кәсіпкерлер бірінші оқу керек. Біздегі кәсіпкерлер ағылшын тілін білмеген екен, бұндай жаңалықтарды оқи алмайды. Сондықтан да кәсібіңді әлемде
тек нарықта Шымкентте или Алматыда или Қазақстанда емес, әлемде бірінші еткен келсе, әлемнің жаңалықтарын бірінші оқуға тырыс деген секілді. Или болмаса мен бір америкалық бір Рассел Брэнсон деген мықты автоворонканың жасайтын эксперттің кітабын оқып отырмын, Expert Secrets деген. И бұл кітапта прям табысыңды көбейтетін неше түрлі техникалар, әдістер көрсетілген. Сен ағылшын тілін білмегеннен кейін осы кітапты оқи алмай жүрсің, сондықтан саған дәл қазір ағылшын тілін үйрену қажет. Қаласаң, мен сені өзімнің тегін сабағыма шақырам, сол жерде қалай 2 айдың ішінде ағылшын тілін еркін сөйлеуге болатынын техникасын бөлісетін болам. Тіркелгің келсе комментарийға 5 санын жаз деген сияқты. Тек қана солай алып келе беруші контенттермен әртүрлі қылып. Сөйтіп чисто контенттермен осындай бесплатный сабақтан реалитиға, реалитидан курс алып келсеңіз болады. Блогерлерге, аудиториясы бар адамдарға прямой шығып 3 сабақ, 5 сабақ тегін сыйлап, сол жерде олардың реклама алып прямой сатсаңыз болады. И бұл сізге самый прям андай жақсы идея, жақсы жол деп айтсам болады. Вот. Қалай, пайдалы болды ма? Иә, өте пайдалы, бұл нәрсе ойыма келмей жүрген шын. Нағыз. Жақсы. Тағы қандай да сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтарым қатты жоқ. Жаңағыдай марафон бойынша негізі таргет жерлен дұрыс болады ма, не қалай болады? Рилстар арқылы алып келсеңіз жақсы болады. Таргет жіберіп көріңіз тоже. Бірақ сіз ол жерде тегін сабаққа жазып, одан кейін сатпасаңыз, прямой таргеттен сатыла салмайды. Тегін сабаққа шақырып, иә? Тегін сабаққа шақырасыз, или тегін пробный, әр қайсына жеке-жеке пробный сабақ өтіп, солай жапсаңыз болады. Бірақ кәсіпкер аудиторияға тегін деген нәрсе өтпейді. Пробный сабақты ақылы қылыңыз, бағасын 1000 теңге, или 2000 теңге, или 3000 теңге қылып көрсеңіз болады. Қазір мысалы, өткен 2 ай бұрын менде Назерке деген кісі рекорд деген курсымның 23 потогын оқыды. Ол кісі бір центрда 300 000 айлыққа жұмыс істеп жүрген кісі. Кейін ағылшын тілін үйрететін мықты маман 300 000 айлықтан жұмыстан шықты да, өзі негізі бірден шыққан жоқ, балдар тойзы клиенттер жинадық, группа жинадық, бір емес 3 группама жинадық. Сөйтіп ол кісі жұмыстан толық шықты, бір айда өзі 850 000 ма, 900 000 табыс тапты. Одан кейін өзіне кабинет алып, қазір уже миллионға жетті ол кісі. И қасына мықты мұғалім алды өзі. Мұғалімі бар, менеджері бар, и өзі де сатады, өзі де өтеді сабақтарда. Қазір сондай жақсы деңгейге жетті ағылшын тілі бойынша. Сізге де осылай жетуге болады. Алда уақытта келіңіз, білім алыңыз, осында тағы да консультациялар алып тұрыңыз. Нақты не істеу керектігін дәл осындай нақты жоспарлармен беретін адаммен жұмыс жасағаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Рахмет Сапар аға, өте жақсы кеңестер бердіңіз. Бұйыртса осы тапсырмаларды орындап, маған бір кері байланыс беріп қойыңыз. Сапар аға, мен осыны істедім, осындай өзгеріс, осындай нәтиже бар. Келістік па? Жақсы, келістік. Жақсы, сау болыңыз онда. Жақсы, сау болыңыз Сапар аға. Жақсы. Егер сізде өз кәсібіңізге толыққанда разбор жасап, табысыңызды қалай кемі 5-10 есеге дейін арттырудың жолдарын білмей жатсаңыз, мен Сапар Абдрахман сізді өзімнің 1 сағаттық жеке разборыма қатысуға шақырам. Ол үшін дәл қазір төменде описание бөлімінде сілтемеге өту арқылы жазыла аласыз.